Сәлеметсіздер ме балалар? Ана тіл сабағы 55-ші сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз сөз және оның мағынасы. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Тақырыбы бойынша өлең мазмұнын болжа. Өлеңді тыңда. Әр сөзде дыбыс орны бар. Әріптер кетті шашылып, шашылды үйме-жүйме боп. Тәртіп жоқ, рет жоқ, жүйе жоқ. М жатыр у қасында, му деген сөз жоқ расында. Ж отыр оның солында, мәнісі жоғау оныңда. О мен Т қатар дөп келіп, оқылды маздап от болып. Әр сөзде дыбыс орны бар, орайын тауып орнығар. Мұзафар Әлінбай. Үйме-жүйме дегеніміз бір жерге топтану деген мағынаны білдіреді екен. Сөз неден құралады? Мағынасы болмаса сөз бола ала ма? Осы сұрақтарға жауап береміз. Сөз жалпы әріптерден, яғни дыбыстардан құралады. Сөздің мағынасы болмаса сөз бола ма дейді. Мағынасы болмаса ол сөз болмайды екен. Сонымен ережеге қарайық. Сөз дыбыстардан құралады. Сөз белгілі бір мағынаны білдіреді. Осы ережені жаттап аламыз. Екінші жаттығу: сөздерді бір бөлек, сөйлемдерді бір бөлек топтастырып жаз. Ерлан мен Айдос достар. Ерлан, Айдос, мен достар. Олар өте тату. Олар тату, өте, бір-біріне көмек. Бір-біріне көмектесіп жүреді. Бұл жерде бірінші сөйлеміміз сөйлем, екінші сөздер, үшінші олар өте тату, бұл да сөйлем, келесі сөздер және соңғысы сөйлемге жатады екен. Үшінші жаттығу: берілген буындардан сөз құрап айт. Білім, достық, кітап,